Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, су жаңа салық кодексі мәжіліспен мақұлданып, қазір президентке қол қою үшін жіберілді. Ендеше дәл осы салық кодексіндегі реформалар турасында бүгін әңгіме өрбітуге дайынбыз. Бүгін бізде қонақта Қайсар Арын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Мемлекеттік кірістер комитеті, аудит департаменті, берешек пен жұмыс басқармасының басшысы. Толығымен айтайық, таныстырып сізді. Қош келдіңіз студиямызға. Қайсар мырза, енді салық қарыздарына қатысты жаңа кодекстегі реформалар деп сұхбаттың атын қойдық. Дегенмен жоғарыда әңгіменің әлқиссасында өзім айтып отырмын. Салық кодексі мәжіліспен мақұлданды, енді президенттің қол қоюын күтіп отыр қазір. Әне-міне дегенде шығып қалады, таныстырасыздар, е? Енді осы жаңа салық кодексінің аясында сіздің салаңызға қатысты, яки берешекті өндіруге қатысты қандай жаңа реформалар бар? Жаңа салық кодексі бойынша тоқтала кетсек, бізде бүгінгі таңда осы қолданыстағы салық кодексінің айырмашылығы 21 бапқа өзгеріс енгізілді, әртүрлі санатта. Оның біріншісі бұрын салық кодексі бойынша бізде 6 МРП-дан 6 айлық есептік көрсеткіштен жоғары амалдар мен шаралар қолданылатын. Енді соны біз бөлді, дифференцированды әртүрліге. Яғни мысалы 20 айлық көрсеткішке дейін, 20 айлық көрсеткіштен кейін 45 айлық көрсеткіш деп бөлінді. Және оған қолдану шаралары мен амалдары әртүрлі. Сонымен қоса жаңа салық кодексінде біз қалай айтсақ болады, үлкен салықтан берешектері бар. Яғни 27 мың айлық есептік көрсеткіштен жоғары қарызы бар. Және ол мысалы 3 айдан 4 айдан артық төленбеген жағдайда бүткіл орындау, жаңағы салықты өндіріп алу амалдары мен шаралар қолданған жағдайда біз сотқа жүгінуге ұсындық. Сонымен қатар сот егер бізге санкция берген жағдайда олардың шетелге шығу, Қазақстан Республикасынан шығудан шегеру, тоқтату. Қазір осы тұста көрерменге қызық сияқты. Демалыс маусымы басталды. Шетелге шығам деп оқталып отырғандар қатары көп. Осы ретте кәдімгідей билеті қалтасында аэропортқа барып, ал енді кедендік бақылаудан өтем деген кезде өткізбей тастайсыздар ма? Қалай болады? Енді бұл шара негізі мемлекеттік сот орындаушыларының заңында қарастырылған. Ол жерде біз, например, жеке тұлғаларды, ол қазір кезде де ол шектеу бар. Бірақ ол сот орындаушылармен жүреді, салық органының үкіміне байланысты арыз шығады. Ендігі жағдай біз жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалардың бірінші басшыларына соған қарай ұсыныс жасалынды. Яғни біз қаулы шығарамыз, ол сотқа ұсынылады. Ондай салық төлеушілердің саны біздің есеп бойынша бүгінгі таңдағы мысалы 150 мың салық төлеуші бүгінгі мемлекет алдында қарызы бар десек, оның 0,3% жаңағы 27 мың айлық көрсеткіштен жоғары қарызы барлар. Жеке тұлғаларға бұл қатысты емес? Жеке тұлғаларға қатысты емес, ол өйткені қолданыстағы заңда бар ол. Оны сот орындаушылар жасап жатыр. Біз бұл бірінші басшыларына қатысты бұл. Қараңызшы, бұған дейін ескі деке салық кодексінде, қолданыстағы салық кодексінде іс насырға шауып, сот орындаушыға жеткенде ғана оларды шекарадан асырмайтын. Ал енді сіздерде базаларыңызда көрініп тұрсады, бірден сіз оларды шекара асыруға бөгет қоя аласыз оларға. Бірден болғанда жоқ, бірден емес. Сотқа жүгінеміз. Соттың шешімі болу керек. Соттың санкциясы болу керек, қаулыда. Çünkü сот шешеді оны, арғата шектеу керек екен, шектемеу керектігін. Жақсы, мәжіліс мақұлдады дегенмен, сіздердің ұсынған өзгерістеріңіздің біразын шегеріп тастапты. Мақұлдамапты. Мәжіліс. Осы тұста қай баптарға сіз өзгеріс енгіздіңіздер, сіздер, олар мақұлдамады. Енді бізде, мысалы, екі бөлім енгізгенбіз, яғни, мысалы, реабилитация, оңалтыру шарасы бар. Оңалтыру шарасы ол соттың шешімімен енгізіледі да. Бүгін таңда бізде салық төлеушілер бар, яғни ақпарат береді сотқа, яғни мен оңалтыламын 5 жылға, 3 жылға деген өзінің шарасымен кіреді. Алайда олар белгілі бір себептермен, белгісіз себептермен оңалту жүзеге аспай қалады. Оңалту кезінде бұл салық төлеушінің қарыздарына басқа біреу алдында, мемлекет алдында оның бәріне өсімпұл жүрмейді. Оның бәрі тоқталып тұрады.
Сол себепті біз егер жандай бізге белгісіз себептермен дәрежесіне жетпей қалған жағдайда біз өсімпұлды сол оңалту шарасы басталған кезден бастап қайтадан есептеуді сұрағанбыз. Бірақ бұл мақұлданбады. Нақты қабылданған, мәжіліс мақұлдаған өзгерістерді айтайық. Тағы қандай? Жаңағы шекарадан аспауға қатысты бір мәселе тағы да? Көрермендерге түсінікті болу үшін тағы да айта кетейін. Ондайға біз 27 мың айлық көрсеткіштен жоғары және 3 айдан артық төлемегендер, олар бүгінгі таңда 500 салық төлеуші деп айтсақ болады. Яғни олардың негізгі көпшілігі бұл салықтық тексеру нәтижесінен қорытындыдан шыққан салықтар, яғни оның бірінші басшылары бүгінгі таңда оқшаулы органдарында отыруы мүмкін. Яғни 106 миллионнан жоғары қарыздары барлар ғой. 106 миллионнан жоғары қарыздары бар. Біздің еліміз бойынша 500-ге жуық адам. Иә. Азды көпті. Аз деп айтсақ та болады ол бүгінгі таңда. Өйткені, мысалы, жеке тұлғаларға ол күнделікті қарыз сомасына бір айлық көрсеткіштен жоғары болған жағдайда ол қолданып жатыр сот орындаушылар. Өйткені сот орындаушылардың заңында көрсетілген. Ал енді сол 500 адамның қарызын, берешегін сіздер қалай өндіресіздер? Оны енді салық кодексінде көрсетілген бізде шаралар бар, яғни жаңағы өсімпұл есептеу, есеп шотын бұғаттау. Ол бәрі бірақ бізде заңды тұлға мен жеке кәсіпкерге қатысты ғана қолданылады. Яғни жаңағы қатысушысына, руководителіне непосредственно ондайға шара көрсетілмеген бізде. Демек бұл жеке тұлғаларға қатысты емес? Емес. Қолданыстағы заңда біз дебиторлық қарызды өндіру деген өзіміздің бір шара бар. Ол шарада біз хабарлама қойылады. Егер мысалы салыққа қарыз заңда жеке кәсіпкер болған жағдайда оның дебиторы болуы мүмкін. Дебиторына біз бүгінгі таңда өндіру кезінде хабарлама қоямыз, орындалмаса ешқандай бізде шара көрсетілмеген, яғни салық төлеу, салықтық жаңағы акт тексеру жұмыс жүргіземіз, оның өзі өте қиындау да, өйткені салық төлеушіні табу қиын, орындау қиын, арқатта бір әкімшілік шара жоқ, былай айтқанда. Сол себеп біз салық кодексін ұсындық, егер сол хабарламаны орындамаған жағдайда, хабарламаны орындағанға дейін сұрау мерзім өтіп кеткенде есеп шотын бұғаттау жөнінде. Мерзім деген қанша? Мысалы, хабарламаны қойғаннан кейін 20 жұмыс күні беріледі салық төлеушіге орындауға. Яғни жаңағы біздің борышкер екеуінің арасындағы сәйкестік актісін беру керек. Немесе жаңағы дебиторы жоқ деген мағлұматты толық тапсыру керек. 20 күннің ішінде жасамаса, бұл заңға мойын ұсынбау деген деп санап біз ұсыныс жасадық. Ол мәжілісте өзінің несін тапты, дұрыс екендігін. Сонымен қазір ол кірді кодекске, яғни есеп шотын бұғаттаймыз. Енді тағы бір жаңалық деп айтсақ болады, ол мысалы банктік, екінші дәрежелі банктерде салық төлеу мерзімін өзгерту бар. То есть олар кредитті өзгерту уақыттары бар. Сонымен қатар жаңағыдай ешқандай кепілсіз алатын мүмкіндіктер бар, жаңағы тұрмыстық кредит дейді ғой. Иә. Сол себепті бізде де мысалы салықтан қарыз, салық төлеушілердің мысалы 70-80% бұл 1500 айлық есептік көрсеткен, яғни 5 миллион 500-ге дейінгі қарыздары барлар екен, біз саралап және есептеп анализ жасап көргенде. Соларға біз де сондай ұсыныс жасадық, яғни ешқандай кепілсіз онлайн режимде ұсыныс жасаған жағдайда оларға 1 жылға дейін салық төлеу мерзімін ұзарту, кестеге сай ұзарту несін қарастырдық. Бірақ бұл жерде өсімпұл тоқталмайды. Күнделікті өсімпұл қалай жаңағы салық кодексінде көрсетілді, сондай жүре береді. Бірақ олар жаңағы мысалы 1 миллион теңгесі болса, оны 12 айға бөліп төлеуге мүмкіншілігі бар. Сол кезде ешқандай салық төлеудің амалдары, шаралары қолданбайды. Бұл және айта кететін, бұл барлығына қатысты. Сондықтан бұл жақсы бір ұсыныс деп санаймыз. Бұл енді қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсірмеу үшін жасалып жатқан әдіс қой, иә? Иә, бұл ел негізгі президенттің тапсырмасы бойынша бұның бәрі жасалды. Жақсы, тағы да? Енді тағы да. Аса бір қуантарлық жаңалық айтып отырған жоқсыз, дегенмен енді заңның аты заң, заңнан ешкім аттап кете алмайды. Сондықтан бұл тұстардың барлығын біз де көрермен де білген абзал. Енді қуантарлық жағдай, жаңа айттым ғой, айлық есепті көрсеткішке бөлдік деп. Мысалы, 20 айлық есепті көрсеткішке дейін салықтан қарызы бар болған жағдайда, біз оған ешқандай шара қолданбаймыз. Біз тек шектелеміз оған өсімпұл есептеумен, және оған хабарлама жіберумен. Біз айтамыз, осындай қарызыңыз бар, сіз төлеуіңіз керек деп. Ал 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда, оған біз жаңағы есеп шотына
бұғатта қояды, есеп счетына инкассалық өкім қояды және кассалық операцияларды тоқтатады. Ал есеп шотын бұғаттау, кассалық операцияларға бұғат қою, бұның барлығы алдын ала ескертіле ме? Әлде адам үйде отырып бір жерге барамын төлеймін десе бұғатталып тұра ма? Міндетті түрде бұл салық төлеуші мен салық органдарының арасында электронды байланыс бар, немесе электронды байланыс жоқ болған жағдайда жаңағыдай басқа мүмкіндіктер арқылы хабарлама беріледі. Хабарландыру беріледі, почта арқылы деп айтсақ болады. Мысалы, жеткізу нелер көп қой бізде. Бізде кіммен келісім шарт бар, сол заңды мекен жайына хабарлама барады. Хабарламада жазылады, яғни келесі қатты жаңа біздің хабарламаны алғаннан бастап қандай амалдар қолданылады, не істелінеді, бәрі біздің хабарламада көрсетіледі. Ол үшін салық төлеушіге 10 жұмыс күні уақыт беріледі. Осының бәрін салық органының ешқандай амалынсыз, шарасыз бітіруге. Қазір салық органдарын ешкім айналып өте алмайтын сияқты ғой. Ғылыми техникалық революция заманы, цифрлық дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Барлығы ашық. Алып сату мәселелерінің барлығы ашық көрініп отырады. Сондықтан лажы болса өзіңіз барып өз еркіңізбен төлегеніңіз абзал. Ол дамыған барлық мемлекеттерді алса, салық органы ол барлық жерде жоғары тұрады. Салық төлеушілерге келетін болсақ, тағы да біз кірістер комитетінің арнайы сайты бар. Сол жерде біз арнайы сайтта бүгін таңда да, келешекте оларды ашық шығарып отырамыз. Бірақ олардың енді өзінің градациясы бар, яғни заң тұлғалар бойынша 150 айлық есептік көрсеткіштен жоғары, жеке тұлғалар бойынша 10 айлық есептік көрсеткіштен жоғары ақпаратты біз арнайы сайтына комитеттің шығарылып отырылады. Демек, күмәні бар адам, заңды тұлға, сіздердің сайттарыңызға кіріп, сол берешегі бар адамдардың тізімінен өзін көре алады, көре алмайды. Өзінің таныстары болса да, кім болса да, қарап шықса, ол список өте үлкен емес тізім. Қарап шығуға тұрады деп ойлаймын. Может, кейбіреулер шынымен білмейді, кейбіреулер шетелге шығып кетуі мүмкін. Мына жақта қарызы болып жатқан, сондықтан бір-біріне ақпаратты ұсына алады. Қазір енді интернеттің дамыған заманы деп ойлаймын. Ал енді берешекті өндірдіңіз делік, қаншама миллиондаған, миллиардтаған берешек бар. Жаңағы өзіңіз айтқан 500 адамның өзінде сұмдық сомалар жатыр. Осы берешекті өндіргеннен кейін бұл қайда жұмсалады? Енді ол қазынаға түседі. Мемлекеттік бюджет. Оны ары қарата распределениесін бізде емес қой. Біздің негізгі мақсатымыз бюджетті толтыру. Толтырып жатсыздар, барынша. Жақсы. Қайсар мырза, мәжілістен мақұлданғаны қуантады. Енді президенттің қол қойып, нақты салық, су жаңа салық кодексі жарияланды деген кезде тағы да эфир арнап, біраз тетіктерін тағы да талқылауға тұрарлықтай. Себебі көрермен білу керек. Қазір біздің елімізде бизнес ашам деген, кәсіпкер болам деп, нәпақа табам деген жандар көп. Сондықтан заңды тұлғалардың да саны күн санап артып келе жатыр. Бұл сіз айтып отырған мәселелер өте өзекті дүние. Себебі салық жағынан дұрыс болмаса, есеп жағынан дұрыс болмаса, кәсіп тағы да дөңгелемейді. Дұрыс айтасыз, Сізге көп рахмет. Мен сұрамай, сіз айтам деп оқталып келген мәселе болса, мархабат. Мен барлығына тоқталдым деп ойлаймын. Енді тағы да эфир болып жатса, тағы да кодекстің күшіне кіргеннен кейін біз әрдайым дайынбыз. Сіздердің ақпарат жүйелеріңіз арқылы біздің салық төлеушілерге, көрермендерге жеткізсек, ол бізге өте қуаныштымыз деп ойлаймын. Әлбетте, ақпараттандыру жұмысына барынша жан-жақты, тек сіздердің салық департаменттеріңіз ғана емес, біздің жағымыздан да бұқаралық ақпарат құралдары барлығы бірігіп ақпараттандыру жұмысына кіріссек, жұмыла көтерген жүгіміз жеңілдей түсетіні хақ. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет сізге, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз, нәтижелі болсын. Ешкімнің қалтасына қатты салмақ түспейтіндей салықты өндірейік. Берешекті солай өндірейік. Көп рахмет сізге. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін берешекті өндіруге қатысты, су жаңа салық кодексіне қатысты әңгіме өрбіттік. Сұхбаттың төрінде болған қонағымыздың айтқан жауаптары сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үмітіміз бар. Ендеше әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосулы болсын, аман болыңыздар, төрт көзіміз түгел, берешегіміз жоқ болсын.